жігіттермен жарнамадан оралдық, және біз жігіттеріміздің созған лағмандарының барлығын Әділғазылар алқасы жақындап барып көріп алды. Біздің Инстаграм парақшамыздан көріп алсаңыздар да болады жарнама уақытында. Неге? Себебі бізде енді әлі алда 3-ші кезең бар, сондықтан да біз ең бастысы Әділғазылар алқасы көріп алсын, өз көздерімен сол бойынша бағаласын деген мүмкіндік берген болатынбыз. Ендеше бағалауға көшейік. 2-ші кезең бойынша созылған лағмандарға берер бағаларыңыз. Бірінші, Аянның созған лағманына берер бағаларыңыз. Гүлшат ханым 4 ұпай, Бауыржан мырза 4 ұпай, Меруерт ханым 5 ұпай. Келесі бізде қыздардан Аянға берілер ұпайлар барлығы 5 ұпай беріп жатыр. Келесі біздің мына жақтағы қыздарымыз барлығыңызда 5 ұпай Аянға берілді. Әділжанға берілер баға. 4 ұпай Гүлшат ханым, Бауыржан мырза 4 ұпай, Меруерт ханым 4 ұпай. Қыздар барлығы 4 ұпай берді Әділжанға. Және Әділжанға берер ұпайларыңыз барлығыңыз 5 ұпай берілді. Келесі бізде Баубек. Баубектің созған лағманына 4 ұпай Гүлшат ханым, Бауыржан мырза 4 ұпай, Меруерт ханым 4 ұпай. Қыздар барлығыңыз 4 ұпай. Қыздар барлығы бірігіп 5 ұпай берді Баубекке. Келесі бізде Болаттың созған лағманның нанына берілген баға. Гүлшат ханым 4 ұпай, Бауыржан мырза 4 ұпай, Меруерт ханым 3 ұпай. Ал қыздар, сіздерде Айданада 3 ұпай, Маржанда 3 ұпай, Мерей мен Сандуғашта 4 ұпайдан. Қыздарда барлығы да 4 ұпай беріп жатыр. Келесі бізде Еламанға берілер баға. Гүлшат ханым 3 ұпай, Меруерт ханым 3 ұпай, Бауыржан мырза 4 ұпай. Қыздар Айдана 4 ұпай, Маржан 3 ұпай, Мерей 3 ұпай, Сандуғаш 3 ұпай. Қыздар барлығыңыз 4 ұпай берген екен сіздер Еламанға. Исламның созған лағманына берілген баға. Гүлшат ханым 5 ұпай, Меруерт ханым 5 ұпай, Бауыржан мырза 5 ұпай. Қыздар барлығы бірігі 5 ұпай берді. Қыздар барлығы да 5 ұпай. Яғни Ислам түгелдей 5 ұпайдан алып шықты. Қазір есептейтін боламыз міндетті түрде, бірақ бір ауыз осы өздеріңіз жақындап көргендегі ойларыңызбен бөлісе кетсеңіздер. Гүлшат ханым, Меруерт ханым. Ер азаматтарға қамыр илеп жатқан негізі жараспайды ғой. Бірақ енді мынау сайыс болғаннан кейін мынау жігіттеріміз жасап жатқан дүниесі маған ұнады. Ынта-шынталарымен кірісіп кеткені, қолдарын, білектерінің барлығы май-май қылып, тура маған ынталары ұнады ше. Жарысып, ол миллион алам деп жарысып жатқан жоқ. Мынау лағманды қалай керемет қып, Ислам сияқты соссам екен деген сияқты фокустарының бәрі басқа жаққа кетіп қалды. Молодцы жігіттер, осымен ұнады маған. Ең бастысы талаптанғандарына, мысалға енді оның бәрі еңбек, барынша барын салып жатыр. Бәрін айтта бірін айт, жігіттер біріншісін жасап біткенше Исламнан 3-ші қамыр дайын. Сонымен қатар 5 жылдықтың осы алдағы 5 жылдық уақытта Исламның лагманханасы ашылатын сияқты, сол лагманхана дәм тататын сияқтымыз. Сондай бейне көрдім деп қояйыншы. Шынымен де бір кәдімгідей шоу болды. Мен Исламның лағман созғанына тамсанып қалдым. Бауыржан мырза. Енді Гүлекең нағыз Шымкенттің қызы, лағманның несін біледі. Сондықтан мен де осы Гүлекеңмен ақылдасып, Гүлшат лағман ханыммен ақылдаса келе, осы Исламның лағманы ғана кішкене жүге келетін секілді болды. Сондықтан Исламға 5 қойдым, қалған жігіттерді ренжітпейін деп баршаңызға 4 қойдым. Келесі, енді бізде бағалауды біз алған болатынбыз, және қорытындысын айта кетсек, 2-ші кезең бойынша дайын болып қалған екен. Аян 53 ұпай, Әділжан 48 ұпай, Баубек 48 ұпай, Болат 41 ұпай, Еламан 39 ұпай, Ислам 55 ұпай. Ал енді 3-ші кезең алда бізде, бірақ мен қыздар қайта-қайта қол созып отыр, қыздардың ойын білейік. Мерей ханым, баршаңызға қайырлы күн. Гүлшат апайдың негізі сөзімен қосып кеткім келіп отыр да, еркектерден осылай қамыр жайғандарын көріп, кішкене андай таңғалып қалғаным бар. Өте керемет жайып отырсыздар, барлықтарыңыз тырысып осы 1 миллионға ше. Өте керемет негіз Бауыржан ханым. Баршаңызға удачи дегім келеді. Айдана
Балауса ханым, енді бөлінбейміз әрине, бірақ біздің Алматы облысы негізі лагманды өте жақсы созамыз да. И мен көргенім негізі ислам техникасын өте жақсы дұрыс істеді да. Қалған жігіттер былай қолмен ескен сияқты қылып жасап жатыр ғой, ал ислам барлығын өте дұрыс жасады, және мен таңғалып қалғаным бар, шынымен керемет. Бірақ барлық жігіттер молодцы. Негізі барлығының нәтижесі, бірақ біркелкі қылып кәдімгідей қамырды әдемі жасаған екен, маған көбісінікі ұнады. Және Талдықорғаннан арнайы келіп отырған мына жерде Аянның ағасы бар екен. Микрофонды өзіңізге ұсынсақ, бір ауыз тілегіңізді айтып жіберсеңіз болады. Қолдап келген екенсіз. Ассаламалейкум. Қайырлы күн. Қайырлы күн. Бәрі жақсы, өттес, ұнады. Аянның талпынысын көрдіңіз бе? Аянның талпынысын көрдім. Негізі ас үйде тамақ дайындайтын бе еді жалпы? Ас үйде дайындайды, жақсы дайындайды. Ас үйде. Аян. Жігіттен бәріңізге сәттілік. Бәрдеріңіз жақсы көрсеттіңіздер, өнерлеріңіз. Көп рахмет. Осылай алыстан келіп отырған біздің қонақтарымыз бар. Сондықтан да әрқайсысын енді тыңдауға асықпыз. Қазір қолдап келіп отырған жандарға міндетті түрде сөз беретін боламыз тағы да. Қыздар, мына сол қанаттағы қыздар, бір ауыз айтып жіберсеңіздер болады. Ұлдардың өнері ұнады. Ханым. Бұл жерде мәселе жеңіс емес қой, жаңа айтып отыр ғой, жігітке 7 қырда аз деп. 7 қырда. 7 өнерде аз деп. Бәріне сәттілік тілеймін. Күшті. Иә, Назерке. Я, мен таңғалып жатырмын, исламға айтып жатырмын ғой жаңадан бері. Тура мен мамам сияқты созып жатыр деп, уже техникасы барлығы тура мен мамамдікі сияқты екен. Айтпаңыз. Күшті барлығы, мен таңғалып жатырмын. Талпыныстарыңыз барлығы күшті болды. Атмосфера енді студияда вообще күшті болып жатыр. Иә, Жамбыл келіп отыр қолдап. Қолында әдемі плакаты бар, Камила бар, екеуіңіз келіп отырып қатты қуанып жатырмыз. Қалайсыздар? Баршаңызға қайырлы күн, қалайсыздар? Жаңа Баубекті қолдап келіп отырмыз, Камила екеуміз. Жалпы енді қазір, енді әйел заты көбінесе енді ас үйде жүреді ғой. Қазір енді балдардың істеген көріп таңғалып отырмыз. Әсіресе исламға, ислам негізі бұрдан ас үйге жақын екенін білетін, бірақ лағманды бұлай кәсіби түрде созады деп ойламаппын. Алға тек жігіттер сәттілік. Иә, шынымен де оңай сайыс болмады, бірақ дегенмен де 3-ші кезең қандай болады деген сұрақ қандай болатын жарнамадан кейін бірге білетін боламыз.